Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Adobe Premiere Pro арқылы қосымша звукты осы микрофон арқылы жазуды үйренеміз. Яғни сөйлейміз и осы жерге запись қылып сақтап үйренеміз. Ол үшін мына жерде видео қойып алсақ та болады, любой нәрсе қойып аламыз. Содан соң мына жерде мына микрофонды басып звукты жазсақ болады. Немесе егер бұл кнопка болмаса, мышканың оң жағын басып Customize деген кнопканы басамыз да, и мына микрофонды алып барып төменге қойып қоя саламыз. Енді мына жерде басып дауысымызды жазамыз. Рекординг деген жазу шығады, сол кезде запись кете бастайды. 1 2 3 1 2 3 жазу шығады, сол кезде запись кете бастайды. 1 2 3 1 2. Бірақ егер де сізде өзіңіз аудио запись жазатын кезде, сіздің аудиоңыз қосымша жазып, сізге мазаңызды алады. Сіз егер осылай дәл мен сияқты қайталап көрсеңіз, сіздікі мен сияқты болмайды. Сізді қазір бассаңыз қайталанып тұра береді. Ол үшін былай жасаймыз. Көрсетейін. Мына жерде edit, preference деген бар. Audio деген кіреміз. И мына жерде mute, input during timeline recording деген басамыз. Егер мұна басылмай тұрған жағдайда, мен сізге қазір көрсетейін. Бастайды. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Көрдіңіздер ғой, яғни сіздерге жағы басып, өзіңіз сөйлегеніңіз өзіңізге қайтадан жағы басып мешать етеді. Сол үшін қайтадан оны алып тастаймыз. Мына жерде жаңағы қайда кетті? Preference, audio и жаңағы мына жерде mute деген input during timeline recording дегенді галочка қойып қоямыз да, окей деп записімізді жүргізе береміз. Достар, егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Осы видеоны сағынып етіп алыңыздар, кейін керек болып қалар. Жарайды, жақсы.